Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ әрі дәмді күнделікті жасап жүрген бауырсақтың рецептімен сіздерге бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен маған каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар деп айтқым келеді. Және де бізге ұн қажет болады. Ұнымызға кішкене тұз салып, дрожж салып, және де мен 100 граммдай ғана қант араластырдым. Және кішкене шемішке майдан құйдым, 1-2 қасықтай болатын, яғни күнбағыс майы және жылы суымызбен араластырып аламыз. Яғни бұл жерде қатты қайнаған су емес, енді қолымызға жабыспайтындай илеп, қамырымыздың бетін жауып 1-2 сағатқа көтерілгенше қоятын боламыз. Және де міне достар, қамырымыз көтерілді. Және де мен бұны ұнмен жақсылап осылай ысып алатын боламын. Яғни маймен емес, ұнмен ысамын бұл жерде. Және де қатты толық қылмай, осылай жұқа етіп, қатты жұқада болып кетпеу керек. Дәл осы видеода көргендеріңіздей етіп ысып алсаңыздар болады. Қалауларыңызға қарай кесіп, және де қызып тұрған тапада осылай айналдыра отыра пісірсеңіздер, кішкене бауырсақтарыңыз көлем беріп үлкейетін болады. Мінекей достар, қатты күйдіріп алмай, жақсылап пісіріп алсаңыздар, бауырсақтарыңыз өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Достар, егер сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар деп айтқым келеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.